Тәттіге құмар барлықтарыңызға жалынды сәлем. Балалар және кейбір үлкен адамдардың өзі чупа-чупсты оның танымалдылығы және тиімді бағасы үшін ғана емес, таяқшадағы мұзды кәмпиттің алуан түрлілігі үшін жақсы көретіндігімен ешкім таласа алмайтын шығар. Ал кез келген кішкентай балаға осындай көп түрлі дәмнен өзінен керегін таңдау үшін небәрі бірнеше минуттар ғана керек. Өнімді бүгінгі күні әлемнің 150 елінде еш қиындықсыз сатып алуға болады. Ал брендтің атауы аудармасына мұзды кәмпит дегенді білдіретін лолипоп сөзіне синоним болғалы қашан. Тіпті осындай танымал болса да, таяқшадағы мұзды кәмпиттің қалай болғаны жайлы білетіндер өте аз. Оған Сальвадор Далидің қандай қатысы барын және неліктен бұл кәмпитті бәрі ерекше жақсы көретінін көбісі білмейді. Бүгін біз сізге бір ғана шынайы тілек, бүкіл планетаның өмірін қалай өзгерткені және оған керемет тәтті дәм қосатыны туралы өте қызықты оқиғаны айтып береміз. Бұл оқиға өткен ғасырдың ортасында 40-шы жылдары басталды. Соғыс жылдары жалғыз ғана испандық шағын Grenia Asturias S.A. кәсіпорны тәтті жасаумен айналысты. Негізінен алма сиропы мен джемнен. Кәсіпорынның жұмысы алғаш ашылған бірнеше жылдар көлемінде ғана жақсы жүрді. Сұраныс жақсы болып, тіпті жеке тапсырыстар да түсіп жатты. Алайда, біршама уақыт өткеннен кейін жағдай күрт өзгеріп кетті. Сатылым тұрақты болмады. Шикізат бағасы ай сайын өсе берді. Басқа да кондитер цехтары секілді, бұл шағын кәсіпорынға нарықтың бір бөлшегін жаулап алу үшін шығармашылық пен тауардың әр түрлілігі жетіспеді. Кәсіпорын жабылудың азақ алдында тұрғанда 1950 жылы шағын цехтың табалдырығында Энрике Бернат пайда болады. Тұқымынан кондитер әрі басы ойлар мен ұсыныстарға толы. Тап осы белгісіз адам кәсіпорынға келгеннен бастап, оның өмірі ғана емес, әлемдегі 100 миллион баланың да өмірі өзгеріске түсті деп сеніммен айтуға болады. Энрике 1923 жылы Барселона қаласында дүниеге келген. Анасының тортпен өзге де тәттілерді әзірлегенін көрген жігіт, ерте жастан бастап өзінің бұл өмірде кім болатынын анық түсінді. Тәттілерді әзірлеу барысы ұнағаны соншалық, ол бос уақытында ата-анасымен бірге отбасылық кондитерлік орнынан табылатын еді. Энрике ол жерде алғашқы жұмысын тауып, ас үйде көмекші болады. Кейін тәттілерді жеткізуші болды. Олай ма, жоқ па, белгісіз. Аяқ астынан басталған соғыс армандардың барлығын бүлдіреді. Соғыс сол кездегі Европадағы барлық үйге жетеді. Осындай нәрсе біздің кейіпкеріміздің де басынан өтеді. Дүкенді жабуға тура келеді. Ал өрімдей жас Энрике майдан даласына аттанады. Алайда бірнеше жылдарға созылған соғыстың өзі жігітке өз ұсынысын тастауға мәжбүрлей алмайды. Соғыс қимылдары аяқталғаннан кейін 1950 жылы ол барлық керек нәрселерін бір чемоданға жинап, солтүстікке Испанияға бет алады. Өзі ісіне беріліп, бәрін басынан бастағысы келеді. Шағын қалаға орналасып алғаннан кейін, уақыт жоғалтпай жаңа жұмыс іздей бастайды. Бұл тек үлкен жолмен өтетін сынақтың бастамасы ғана болатын. Мәселенің бәрі Испаниядағы күйреген экономика салдарынан жұмыс орындарының аз болуында еді. Барлық кәсіпорындар жабық еді. Тіпті жұмыс жасап тұрғандардың өзі кәсіпорында тәжірибесі жоқ жас жігітке мұқтаж болмады. Бас тартуды бастан өткерген ол Grenia Asturias S.A.дің есігін алдында тұр еді. Кейін Энриканың өзі шағын шеберханаларға жету оңай емес еді. Жолдың шетінде алыста болатын. Ол үшін жолсызбен жүріп, біраз қиналып жетесің. Мен тіпті бұрылып кетіп қалуды да ойладым. Бәрі осымен бітті деген ой келді басыма. Миымда басқа солтүстікке, алысырақ кету жайлы да болды деп еске алады. Бірақ расында да бұл басы ғана еді. Жігіттің сөзінше, оны сол кезде жұмысқа алады. Кәсіпорынның жұмысы сол тұста аса жүрмеді. Бұның себебі арзан жұмыс күші еді. Ал жұмыс іздеуге үмітін үзген жігіт
осы істің арзан өкілі болды. Өзінің көптен күткен кондитер орнын алған Энрике біраз уақыт тікелей міндетін атқарды. Бірақ тұқымынан кондитер қабілеті бар, оған бұл аса ұнамады. Тәттілердің түрлері мен дәмі оған қызықсыз болып, ол өзінің ұсынысын айтты. Тек қана алма шикізатынан өнім әзірлейтін Grania Asturias SA кәсіпорнының директоры мұндай жаңалыққа дайын емес еді. Алайда, арада бірнеше ай өткенде, жігіт сонда да кәсіпорын иелерін аз да болса өнімді түрлеше шығаруға көндіреді. 1951 жылы шеберханада мұзды кәмпиттер, мармелад және басқа да тәттілер, ең негізгісі пиладила, испандық кәмпит шығара бастайды. Кәсіпорын басшысын жаңа өнімнің дүкен сөресінен бірден сатылып кеткені қатты таңғалдырды. Өйткені соғыстан кейін ешкім молшылықпен мақтан алмады. Осылайша Энриканың арқасында кәсіпорын 180 градусқа қызмет саласын ауыстырады. Жап-жас кондитер аз ғана өз ойын қосып, кәсіпорынды қиындықтан алып шығады. Сондай-ақ бұрын соңды болмаған танымалдылық пен өз сатып алушыларын алып келеді. Бұл 1958 жылға дейін жалғасады. Ол шақта шағын ғана шеберхана бірнеше өндіріс мекемелері бар кәсіпорынға айналған болатын. Ал жұмысшылар саны 3 есеге артады. Бірақ ерте ма, кеш па, біз өз-өзімізден шаршай бастаймыз. Әр қайсымыз бір орында тұрмай, басқа бір шыңды бағындырғымыз келеді. Бұл 1958 жылы біздің кейіпкеріміздің де басынан өтеді. 35 жастағы азамат Grania Asturiastан кетпекші болады. Жұмысшының кәсіпорын үшін ең маңызды адам екенін, ол кетсе жағдай күрт төмендейтінін ұғынған басшылық үлкен маңызды қадамға шешім шығарады. Атап айтқанда, оның бақылауына компания акцияларының 50% беріледі. Бұл кондитердің кәсіпорынға басқаша көзқараспен қарауына мүмкіндік береді. Жетістікпен қанаттанған Энрике де кәсіпорын үшін маңызды қадам жасағысы келеді. 1959 жылы үлкен көлемдегі қаражатқа арнайы мамандарды жалдайды. Олар жұмысқа мыңдаған жұмысшыны алады. Мұның барлығы бір ғана алпауыт мақсат үшін еді. Тұрғындар арасында сауалнама жүргізу үшін. Ол кезде интернет болмағандықтан, көптің пікірін білу осылай ақпарат жинау арқылы жүргізілетін еді. Анықталғандай, оның өнімін тұтынатын сатып алушылар 16 жасқа дейінгі балалар болып шығады. Бұдан бөлек, оның қолында көптеген қызықты ақпараттар болды. Мысалы, сұранысқа ие өнім, шалғай аймақтар мен табиғи логистикасы бар ауылдарға жете алмайтыны секілді. Және де басқа да көптеген мәселелер. Бірақ бұл ең басты шешім болмады. Оны кейінірек біледі. Ақпарат жинау барысында бір қарағанда аралас мәселелерге назар аударады. Мұны ол бұрын сонда ешқашан ойламапты. Белгілі болғандай, кәмпитті сору балаларға көп уақытты қажет етеді. Балалардың әр жасына байланысты. Олар кәмпиттің кішірейгенін көздерімен көру қызықты болады. Сондықтан балалар кәмпитті кір қолдарымен жиі ауыздарынан алып шыға берді. Осылай қолдарынан ғана емес, үстіндегі киімдерін де былғайды. Бұл ата-аналарға мүлдем ұнамайды. Осы тұста ол өзінің кішкентай күнінде үстін немесе қолын былғаса, анасынан жиі сөз еститінін есіне алады. Энрике бұл ұсынысты бастаған кезде, оған жер бетінде тек балаларға арналған карамель шығаратын бірде-бір адам жоқ екендігі туралы ой келеді. Кондитер өзіне сұрақ қояды. Әр түрлі өнімдерді шығарудың керегі не? Егер бір нарыққа тек бір ғана арнайы тауар шығарса деп ойлайды. Бірақ сол шақта оның басына ештеңе келе алмайды. Ол тек балаларға ғана емес, ата-аналарына да арналған ғажайып кәмпит шығарғысы келді. Біраз нұсқаларды ойлап көргеннен кейін, ол кәмпитті ұстап тұратын таяқша керек деген шешімге келеді. Осының негізінде кәмпитті оңай ауыздан алып шығып, қолмен киімді былғамау керек болады. Ең бірінші ойға келгені шаңышқы.
Жаңа өнер табысы өзіне тәжірибе ретінде қолданып көріп, мақсатқа жеттім деді ол іштей. Тәттіні шаңышқыдағы кәмпит деп атады. Ол әтек Бернаттың дүкенінде сатылды. Жаңа өнім тұтынушыларға ұнағаны соншалық, оның жаппай сатылымы жайлы сөз де қозғалмады. Әлбетте, бірінші кезекте балалардың қауіпсіздігін ойлау керек болды. Шаңышқымен оңай-ақ жарақаттануға болушы еді. Сонымен қатар, ол өндірісте арзан тұрмайтын. Ұзақ ойланбай, оны алмастыратын ағаш таяқша келеді. Тек оның ыңғайлы пішіні мен атауын нақтылау ғана қажет. Энрике ұзақ жыл футбол жанкүйері болғандықтан, пішіні мен аты жайлы ұзақ ойланбады. Кәмпитті доп пішінінде жасады. Атауы гол, соққы беру. Міне, осылайша атақты мұзды кәмпит дүкен сөрелерінде гол атауымен сатылды. Алдын ала айта кетсек, көбісі танымал чупа-чупс атауы қалай болды деген сұрақ мазалайтыны анық. Мәселенің бәрі гол атауы тез жатталмағанында және тұрғынның басым бөлігінің ішінде басқаша түсінікке ие болды. Шындығында, футболдың не екенін түсінбейтін кішкентай баланың басында қайдағы гол? Ал футбол жанкүйерлеріне сыра мен қытырлақ картоп қана қажет емес пе? Қысқасы, атау өзгерту керек болды. Оның үстіне тез арада. Сол кезде Энрике жарнама агенттігіне жүгінеді. Ол жерде оған таңдап алуға атаулар тізімін береді. Көз жүгіртіп шыққан Энрике біреуіне тоқтайды. Чупс. Испан тілінен аударғанда чупа деген сөз жалау деген мағынаны білдіреді. Осыны көрген бетте ол атауды тапқанын түсінеді. Үлкен өндіріс көп күттірмеді. Таяқшадағы кәмпиттің ресми шыққан уақыты 1958 жыл. Алғашқы мұз кәмпиттер 7 түрлі дәмнен тұрды. Құлпынай, апельсин, кілегейлі құлпынай, ванильді, шоколад, кілегейлі кофе және әлбетте жалбыз дәмімен. Жарыққа шыққан сәттен бастап сатылым ғажайып болды. Кәмпитті шығарған кондитердің өзі. Таяқшаның басындағы жай ғана мұзды кәмпит елдегі карамель өндірісін артта қалдырады деп ойламадым, деп ағынан жарылады. Бұл санаулы апталардың ішінде осындай жетістікке жетті. Осылай достар, кейде бір ғана сәтті шыққан қарапайым өнім тұрғыда тұрған ең керемет компанияны да ығыстыра алады. Танымалдылықпен бас тартуға Бернат асықпады. 60-шы жылдардың басында радиоға алғашқы жарнама ұраны жіберіледі. Чупа, чупа эль чупа чупс. Аудармасы чупс сияқты бірдеңені жалау, жалау, жалау. Бұл ұранның құлаққа сіңіп, жаттанды болғаны соншалық, адамдардың басым бөлігі оның кәмпиттің атауы деп қабылдайды. Дүкенге келгендердің бәрі чупа-чупсты сұрайтын болды. 1961 жылы Энрике кәмпиттің атауын чупа-чупс деп ресми түрде өзгертеді. Мұзды кәмпит балалар арасында ғана емес, үлкендерге де танымал бола бастайды. Фабриканың өндірістік күші тапсырыстарды қабылдауға әлі жетпей, Бернатты салмақты қадамға баруға мәжбүрлейді. Ол зауытта жасалатын 200 түрлі өзге тәттілерді өндірістен толығымен алып тастайды. Тек чупа-чупсты өндіруге күш салады. Айта кетейік, ол шақта Энрике Грания Астуриас компаниясының барлық акциясын сатып алып, кәсіпорынның жалғыз тұрақты жетекшісі болып тағайындалады. Кондитер өз ісіне берілгені соншалық, жеке сату стратегиясын әзірлейді. Ол өз тауарын қымбат өнім ретінде көрсетеді. Бағасы бір песеттен кем болмайды. Оның өтініші мен мұз кәмпиттер дүкенде баланың көзі түсетін деңгейде арнайы стендтерде тұрды. Осылайша, сатып алу орнына келген кішкентай, сатып алушы одан басқа ештеңе байқамау керек. Осындай маркетинг қолық қадам лайықты болып шықты. Тәтті сөреден бірден жоқ болып кететін. Ал арнайы брондалған көліктер күн сайын кәмпиттерді дүңгіршектерге, тәттілер дүкеніне, азық-түлік дүкендеріне, тіпті балаларға да үздіксіз тасыды. 1964 жылы
Испанияда кез келген адам еш қиындықсыз чупа-чупсты сатып ала алатын 300 000 түрлі сауда нүктелері болды. 1969 жылы жеткізу шекараларын кеңейту туралы шешім қабылдады. Чупстар алғаш рет көршілес Франция елдерінің дүкендерінде пайда болды. Ал 1970 жылы Италия мен Португалияға жетті. Осы тұста алғаш таяқшаны алмастыратын пластик таяқшасы келді. Дәл қазір сізге көршілес дүкенде тұрған тап сол зат. Бірақ бұл кезеңнің басты оқиғасы логотипті өзгерту болып табылды. Өнім жақсы сатылу үшін оны сапалы ұсыну керек. Ой тастау үшін Энрике өзінің досы Сальвадор Далиге жүгінеді. Ресми мәліметке сенсек, данышпанға танымал логотипті жасап шығару үшін бар болғаны 1 сағат қана уақыт керек болған. Ұсыныс бұрынғыдан да өзгеше болып шықты. Сары түймедақтың орнына қызыл әріптер. Дали Бернатқа логотипті шетіне емес, ортасына орналастыруды ұсынды. Осылай жасаса, көзге бірден түседі деп сендірді ол. Жаңа қаптамадағы чупа-чупс тез әрі жылдам түрде халықаралық нарықты жаулап алды. Кейінірек атақты суретшіден неге атақты кәмпиттің логотипін жасауға ат салыстыңыз деп сұрағанда, ол еш қиналмастан, сіз қалай ойлайсыз? Әрине, ақша үшін деп ашық жауап берді. Айтпақшы, осыдан кейін логотипке бір рет ребрендинг, логотипті өзгерту жасалды. Онда да аса қатты емес. 1988 жылы суретшілер оған көбірек сары түс қосып бояды. Сондай-ақ шекарасына ақ, қызыл, қыша түстес қол қояды. Қалғаны атақты суретшінің қолынан шықты. Сондықтан да келесіде өзіңізге немесе балаңызға чупа-чупсты сатып аларда, көргендеріңіздің бәрі атақты данышпанның қолынан шыққандығын біліңіз. Сондай-ақ тағы бір ұлы данышпанның ақылының арқасында. Кондитер саласының данышпаны Энрике жайлы айтып отырмын. Ол да мақтауға әбден лайық. Ол чупстан сан қырлы өнім шығарғысы келді. Сондықтан алдына үлкен мақсат қойды. Чупа-чупс тек баланың қолындағы кәмпит қана емес, салмақты ер адамның да қолынан көрген артық емес зат ретінде көргісі келді. Мұзды кәмпиттің телесериалда пайда болуы керемет жарнама болды. 70 жылдары американдық SBC арнасы детектив Кажак туралы сериал шығарды. Типтік детектив келбеті бар нигилист полицей аса күрделі қылмыстарды ашты. Алғашқы эпизодтарда кейіпкер үнемі темекі шегетін. Бірақ Америкада никотинге қарсы науқанның өршуіне байланысты жазушылар Кажак темекіні тастайды деп шешті. Енді міне, Кажактың аузына темекінің орнына чупа-чупс таяқшасы бар еді. 80-ші жылдары чупа-чупс темекіні шегумен күресу үшін кең ауқымды антиникотиндік науқанды бастады. Темекі шегетін аудитория үшін бренд тіпті кәдімгі темекі қорапшасына ұқсас кәмпиттердің арнайы қаптамасын шығарды. Бірақ темекі өлтіреді деген қорқынышты сөздердің орнына сорғыш өлтірмейді деп жазылған. Компания әлі күнге дейін темекіге қарсы қозғалыстың қолдаушысы болып табылады. Олардың басты ұраны темекі шегуді доғар, чупсты жеуді баста. Қызықты оқиға Барселона футбол клубының жаттықтырушысы Йохан Кройфтың басынан өтеді. Темекі шеккеннен жүрек ауруы пайда болған. Ол кезекті ойын барысында қалтасына жиі қол салып, темекі емес чупа-чупсты іздейтінін айтқан. Осы жаңалықты ол журналистермен бөліседі. Айтады да өзі ұмытып қалады. Бірақ соның арқасында Испаниядағы сатылым 7 есеге өседі. Тағы да темекіге қарсы өнімді шығарған кәсіпорын 1979 жылы алғашқы рекордты орнатады. Кәсіпорын 10 миллиард кәмпит сатады. 10 жыл өткеннен кейін өз нәтижелерін екеселейді. Бұл жер брендтегі бір адамға орташа есеппен 4 мұзды кәмпит тиесілі болды дегенді білдіреді. Көлемді елестетіп көріңіз. Бұл ретте ресейлік тұтынушы да маңызды рөл атқарады. Алғашқы чупа-чупс Кеңес одағы аймағында 1989 жылы пайда болады. Өндіріс орны Санкт-Петербург қаласынан ашылады.
Ал 2 жылдан кейін 1994 жылы Чупа-чупс ғарышқа ұшқан алғашқы кәмпит болды. Олар Мир халықаралық ғарыш станциясының ғарышкерлеріне десерт ретінде жеткізілді. Ол шақта кәсіпорын Энрикенің ұлы Хавьердің қолына өткен болатын. Көптеген танымал адамдар көпшіліктің алдына аузындағы мұзды кәмпиттерімен шығуға еш қысылмады. Олардың қатарында Майкл Джексон, Джордж Клуни, Мадонна, Ума Турман және басқалары болды. Тіпті ақ үйдегі жоғары дәрежедегі қабылдауда да ұртында чупа-чупсы бар адамды көруге болатын. Бұл ешқандай шағым тудырмайтын. Көбісі осылай шылым шегуді де тастауға әрекеттенді. Дүние жүзіне тараған жетістікке қарамастан, Испанияның кішкентай қаласынан шыққан кәсіпорын үнемі айқын стратегия мен концепцияны ұстанды. Ең бірінші, мұз кәмпиттің дәмі мен түрі мен үнемі өзгеріп отырды. Екіншіден, кәсіпорын әрдайым осы өнім сатылатын әртүрлі елдің салт дәстүріне мән беріп отырды. Мысалы, мұсылман елдерінде қыз балалар мен әйел адамдарға көшеде мұз кәмпитті соруға болмайды. Осылай кәсіпорын чупа-чупсты жеке орындарда да сатты. Кинотеатрда, жабық мейрамханаларда, немесе жай ғана жаңа өнімді үйде дәмін татып көруге ұсыныс білдірді. Чупа-чупспен қатар тағы бір кәсіпорын ашылды. Ересектер аудиториясын кеңейту үшін компания ересектерге арналған өнімді жасауды шешті. 1990 жылы Бернаттың ұлы Хавьер сергітетін қансыз Смит кәмпитін жасай бастады. Хавьер аға ұрпақ үшін ең маңызды деп санаған тынысты сергіту қабілеті болды. 4 жыл бойы компания кәмпиттің нақты қандай болу керектігін ойластырды. Ал 1994 жылы ортасында S әріпі бар 3 бұрышты пішінді шағын лолипоптар бүкіл әлемге ұсынылды. Олар бірден ересек аудиториясының сүйіктісіне айналды және 6 жыл бойы жаңа таныспен байланысты болды. Бұл оларға атақты No Smith, No Kiss, Смит жоқ болса, сүйісте жоқ, жарнамалық ұраны көмектесті. Алайда, бұл тәтті бизнесті бір қолда ұстап тұру мүмкін болмады. 2003 жылы негізін салушы әкей және кәсіпорында қанаттандырушы 80 жасында қайтыс болғаннан кейін ұлы Хавьер кәсіпорынның жарты акциясын сатып жіберді. 2006 жылы акцияның үлкен көлемін сол шақта Mentos және Frutella сияқты брендтерді басқарған итальяндық концерн Perfetti Van Melle сатып алады. Бірақ мансапқа үлкен холдингте де орын табылады және ол әрі қарай чупа-чупс бағытындағы басшы болып қалады. 2010 жылы концерн мен Хавьердің жетекшілігімен 200-ге жуық жаңа дәм пайда болады. Олардың қатарында чупа-чупстың жемісті, йогуртты, экзотикалық, тропик және басқа да дәмдері болды. Ал 2007 жылы алғаш рет үлкендер арасында сүйікті болған Чупа-чупс XXL түрі жарыққа шығады. Жаңа түрі 2 түрлі карамель дәмімен және ішінде үлкен сағыздан тұрды. Брендтің өкілдері айтпақшы, 3 рақат сезімі бір кәмпиттің ішінен табылды. Бұл сол шақта ешқашан тәтті дәмде болмаған ерекше дәмді зат болатын. 2014 жылға таман Чупа-чупс бағытындағы жыл сайынғы кіріс 100 миллион евроны құрайды. Өсу тоқтамайды. 2015 жылдан бастап кәсіпорын жыл сайын 4 миллион евроны жаңа идеяға жұмсап отырды. Соның арқасында тілді әр түрлі түске бояйтын мұз кәмпиттер мен ауызда ысқыратын кәмпиттер жарыққа шығады. Бұдан кейін де Чупа-чупс тоқтауға асықпайды. Кейінірек ол өзінің Чупа-чуп атты тұмарына ие болады. Жаңа маркетинг науқанның ұраны. Өмірге мән бермеңіз. Жарнама брендке сәйкес бәрін тым байсалды қабылдайтын және үнемі күйзеліске ұшырайтын жас өспірімдерге бағытталған. Мұзды кәмпит олардың балалық шаққа аз да болса оралу үшін уақытша үзіліске айналады. Кәсіпорын түрлі қайырымдылық шараларына жиі атсалысады. Мысалы, омырау қатерлі ісігімен күресте. Жыл сайын Смит кәмпитінің құлпынай түрінің әрбір қорабынан үлес бөледі.
Чупа-чупс секілді құбылыс жайлы тағы не айтуға болады? Қолайлы пішін, дәмнің әр түрлілігі, сауатты маркетинг, саясат өз жұмысын сәтті атқарып, кәсіп орын үшін табыс әкелді. Осылайша, чупа-чупс жай ғана таяқшадағы зат емес, біздің балалық шаққа апаратын кәмпит болып саналды. Қарапайым ғана кондитердің балаларға деген тәтті кәмпит шығаруы аяқ астынан барлық құрлыққа аты тараған. Бірнеше буынға созылған мұра болып қалды. Ал күндердің бір күнінде ешкім жұмысқа алғысы келмеген кондитер мультимиллионер болып шықты. Оның балалары мен немерелері тіпті шөберелері 10 буын алға қаражатпен қамтамасыз етілді. Осының бәрі бір ғана адамның арқасы. Сондай-ақ көбісін чупа-чупс таяқшадағы тесік не үшін деген сауал мазалайды. Бұл таяқшамен ысқырды, сусын ішуге пайдаланды, не істемеді десеңізші. Шындығында, ондағы тесік егер балаға кәмпитті жұтып қойса, дәрігерлер оған алғашқы медициналық көмек көрсеткенше, дем алуға мүмкіндік болу үшін жасалған. Тіпті, осында ұсақ түйек заттың өзі ойластырылған. Әрине, бұл тұста үлкен зат кішкентайдан басталатынын ұмытпау керек. Осы оқиға оған анық дәлел. Бүгінге осы. Достар, міндетті түрде комментарийға өз пікірлеріңізді жазып, видеоны бағалап кетіңіздер. Қазақ YouTube арнасын әрқашан қолдап жүрейік.